Өмірде әртүрлі жағдайлар кездесіп жатады. Қуаныш пен өкініштің қатар жүретіні де белгілі. Бірақ соңғы кездері бақытты сезінген кездер азайып, қайғы артыңнан қалмай, мұңды сәттер көбейіп кеткен секілді көрінеді ме? Онда алғыс айту арқылы ол сәттерді естен кетпес бақытты күндерге айналдыр. Қалай дейсіз бе? Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Алғыс айту күнделігі дегеніміз не? Бір күндік басыңнан өткен жағдайларға алғысыңызды жазып, шүкіршілік етіп, алда қойылған мақсаттарға бір табан болса да жақындау. Күнделікті психологиялық құрал жабдық ретінде қолданып, қоршаған әлемге басқаша көз қарастырудың бір жолы ретінде қарастырылады. Айтылғандай, өміріңізді өзгертіп, жақсылықты байқауға үйретеді. Не үшін қажет? Күнделіктің нағыз күші депрессия кезінде сезіледі. Неге дейсіз бе? Себебі сол сәтте жақсылықты, жылы сөздерді, жаның жылу сөздерді қалап тұрады. Алғыс айту күнделігін бастаудың бірнеше себебі бар. Біріншісі, ұсақ түйекке қуану. Барлығы бір ұсақ заттардан басталатыны белгілі. Сондықтан іштегі ыңғайсыздықты кетіреді, әрі түсіністікпен қарауды үйренесіз. Оптимист болу. Өмірге шағым айта бастасаңыз, өзіңізді тоқтатуға қиын соғады. Бұл жағдай қайталана бергендіктен ми қабыл алып, жаман күй бойыңды билеп, көзіңді жақсылықты көруден жауып тастайды. Ал алғыс айту арқылы көз қарасында қайта құруға көмектеседі. Бірінші күндері уақыт тауып жазып тұру қиындық соқтыру мүмкін. Дегенмен кейін автоматты түрде өмірдегі керемет дүниелерді жаза бергің келіп тұрады. Әрі байқауда қиындық соқтырмайды. Мақсатың айқындалып, өміріңнің өзгере бастайды. Өмірде жағымды жағдайлар аз болса, жақсы сәттерді іздеу үшін жағдайды өзгерту керек пе? Бірден бұл мүмкін емес, бірақ не үшін алғыс айтып жатқаныңды түсінсең, басқа себептерді іздегің келеді де тұрады. Өзіңді жоғары бағалау. Алғыс айту тәсілдерінің бірі мінезіңе немесе бет әлпетіңе рахмет айтудан тұрады. Бұл күнделіктің сізді өзгертетін кішкене ғана бөлігі. Күнделікті жүргізу тәсілдері. Өз қолыңызбен жазыңыз. Жеке күнделіктерге қарағанда бұл алғыс күнделігін қолмен жүргізген дұрыс. Себебі оңай, әрі көп жазуды да талап етпейді. Уақыт өте келе қолға қалам мен қағазды алғанда ми не үшін алғыс айту керектігін ойланатын болады. Бірінші 100 рахмет. Арнаған дәптер немесе блокнотты алып, бірінші минимум 100 рахмет жазыңыз. Яғни осы күнге дейінгі болған әрбір алғыс білдіретін сәттеріңізді тізіп жазыңыз. Бірнеше жылғы естеліктер болсын. Маңызды емес, мүмкін құрбыңыз берген кітап болар, немесе сіз лайық болмаған мұғалімдердің қойған жоғары бағасы болсын. Алғыс айту шектеуі. Күнделікті кірісер алдындағы 100 рахметті тізіп жазғаннан кейін күнделікті шектеу қою. Мүмкін 20 рахмет. Қойған саныңыздан жоғары жазсаңыз жақсы, бірақ ол саннан төмен болмауы керек. Әрбір күн рахмет айтуға себеп. Әдет 21 күнде орын алатынын ескеріңіз. Сондықтан әдетке айналғанша күн сайын толтыру міндетті. Алғыс білдіру арқылы өз-өзіңізді жоғары бағалай бастайсыз. Көңіл күйде көтеріңкі жүреді. Бүйрегімнің жазылып кеткеніне рахмет, немесе көңіл күй көтеріңкі болғанына рахмет. Болашаққа алғыс. Өмірде өткен немесе қазіргі сәтте болып жатқан нәрселермен шектеліп қалудың қажеті жоқ. Болашақты да ойлаңыз. Қалай жазу керек? Қалағаныңызша. Мысалы, мен жұмысымды жасай отыра ләззат алатыныма рахмет. Жұмысыңыз өзіңізге ұнамаса да солай жазыңыз. Алғысты барлығына айтуға болады. Ата-анаңызға, досыңызға, өткінші кісіге де алғыс айта аласыз. Тағдырыңызға, тіпті өзіңізге де алғыс айтып тұрғаныңыз дұрыс. Денсаулығым үшін рахмет. Күнделікті оқып тұру. Бұл тек өзіңіз үшін бастайсыз. Қайта оқу арқылы өміріңізде қандай жақсы сәттер мен өміріңіздің позитивке толы болғанын байқайсыз. Әрі есіңізден шығып кетпейді. Бұл жерде тоқтап қалмаңыз, яғни тек қана жазып қана қоймай, анаңызға, достарыңызға, ұжымдастарыңызға, өткінші адамдарға да бірден айтып үйреніңіз.
Жаратушы иеміз біздерге сансыз нығметтер мен жақсылықтарды нәсіп етті. Кез келген өзімізге берілген нығмет Алла тағаладан екені ақиқат. Жаратқан иемізге сансыз шүкірлер болсын. Сіз бен біз бір емес, әр күнімізді амандықпен, ешқандай қауіп-қатерсіз аттырып жатырмыз. Шынайы шүкіршілік Алла тағаланың адам пешенесіне жазған кез келген несібесі үшін разы болуы. Күнделікті шүкіршілігімізді жазып отыру дұрыс. Шүкіршілік бұл Алла берген нығметтердің әсері. Пендесінің тілінде мадақ пен мойындау түрінде, жүрегінде куәлік беру мен сүйіспеншілік түрінде, денесінде бағыну мен тағат түрінде көріну болып табылады. Шүкіршілік қиыншылыққа төзуге үйретеді. Мүміннің жағдайы қандай ғажап, асылында оның жағдайының бәрі ол үшін қайырлы, және бұл жағдай мүміннен басқа ешкімге нәсіп етілмеген. Егер ол бір нәрсеге қуанса, ол Аллаға шүкір айтады, әрі бұл ол үшін қайырлы болады. Егер оның басына қайғы түссе, ол сабырлық танытады, және бұл да оған қайырлы болады. Ибрахим сүресінің 7-ші аятында: егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін, ал егер қарсы келсеңдер, азабым тым қатты. Адам барына шүкір еткен сайын, Алла оған берілген нығметті арттыра түседі. Шүкіршілік ету көп қырлы амалдардың бірі болып табылады. Сөйтіп ол 3 түрге бөлінеді. Бірінші жүрекпен шүкіршілік ету, екінші тілмен шүкіршілік ету, үшінші дене мүшелерімен шүкіршілік ету. Жүрекпен шүкіршілік ету адамзат өз санасымен атқаратын шүкіршілікке айтылады. Яғни пенде өзіне берілген әрбір нығметтің Алла тарапынан сыйлық етілгендігін білуі және мойындауы жүрекпен шүкіршілік ету болып табылады. Адам баласы қол жеткізген нығметтердің барлығы Алла тағаланың сыйлығы болып табылады. Сондай-ақ Алланың нығметтері есепсіз көп. Бұл жайында Нахл сүресінің 18-ші аятында айтылады. Алланың нығметін санасаңдар, санына жете алмайсыңдар. Әлбетте, Алла жарылқаушы әрі рақымшыл делінген. Тілмен шүкір ету. Бұл амал Алла тағалаға мадақ айтудан тұрады. Әлбетте, Алла тамақ жеп болып, оған мадақ айтқан, немесе сусын ішіп болып, мадақ айтқан пендеден разы болады. Бұл пенденің жеген-ішкеннің шүкіршілігі үшін айтылатын шүкіршілік. Ал негізінде әрбір нығмет үшін мадақ айту шүкіршіліктің басы болып есептеледі. Дене мүшелерімен шүкіршілік ету. Бұл жайлы Бақара сүресінің 172-ші аятынан былай делінген: әй мүміндер, біз сендерге ризық етіп берген нәрселеріміздің жақсыларынан, адалдарынан жеңдер, және Аллаға шүкіршілік етіңдер, шын мәнінде оған құлшылық ететін болсаңдар. Біз әрбір атқан таң сайын жаңа өмірдің жазылмаған, кірленбеген, әппақ жаңа парағы ашылды деп қуанып, шүкіршілік етуіміз қажет. Таңертең тұрғанда жарық әлемді өз көзімізбен көріп, түннен аман сау оянғанымызға шүкіршілік етуіміз керек. Пердені ашып, жаңа күннің нұрын, сәулесін көргенімізге ерекше қуанымыз керек. Аяқ қолымыздың жұмыс істеп, қозғалғандығына, ешкімге мұқтаж болмағандығымызға Аллаға шексіз алғыс айтуымыз қажет. Басымызда баспанамыздың болғанына, мейлі жалдап тұрсаңыз да, далада қалмай, жылы жерде тұрғанымызға шүкіршілік етуге тиіспіз. Жұмысымыздың болғанына, оған барар жолда жолақыға төлейтін азды көпті қаражатыңыздың болғанына алғыс айтуымыз керек. Көлігіңіз болса, түрлі жол апатынан аман есен жүргеніңізге алғыс айту тиіссіз. Күнделікті жейтін наныңыздың, су тамағыңыздың болғанына ұлы жаратушыға алғыс айтуыңыз керек. Ақыл ойыңыздың саулығына, түрлі идеяларды жүзеге асыра алатын саналы адам екендігімізге Аллаға шексіз алғыс айтуымыз қажет. Алла тағаланың жаратқан алып кеңістігіне, сол ғажап кеңістіктің астында алаңсыз өмір сүріп жатқанымызға сансыз шүкіршілік етіп, риясыз қуана білуіміз керек. Айта берсек, біз Аллаға алғыс айтып, шүкіршілік ететін нығметтердің саны шектеусіз. Бұл бір параққа сыя бермейтін анық. Сондықтан шүкіршілік етіп, әр нығметке қуанып, алғыс айта білген пендесіне Алланың берері де таусылмайды. Адамның өткен өмірін тазалап, ренжіскендерді кешіріп, жүректегі өшпенділік пен кекті жойып, өмірінен босатқанда ғана алдыңғы жолы, болашақтағы өмірі жарқын болады. Жылдар бойы күнә мен реніштің жүгін арқалап жүру екі тарапқа да бақыт әкелмейді. Яғни өз-өзімізге есеп беріп,
өткен өмірді рухани тазалайық. Алла кешіргенді жақсы көреді. Ендеше Аллаға шынайы тәубе етіп, әр нәрсесіне шағымдана бермей, разы болып, әрқашан алғысымызды білдірейік. Сонда барлығы да Алланың жәрдемімен өз шешімін табатынына күмәніңіз болмасын. Ұлы жаратушының әрбір нығметіне шексіз шүкіршілік етіп, баршаға бақыт тілеймін.